Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді өзбек ұлтының ұлттық асханасында дайындалатын маш көженің, яғни машхурданың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен барлық заттарымызды турап алатын боламыз. Пиязымызды, картошкамызды, сәбізімізді барлығын турап аламыз. Бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағам адам ағзасына өте пайдасы мол, дәмді тағамдардың бірі. Мен сәбізді теркадан өткізіп алдым, ал сіздер жай ғана турап салсаңыздар да болады. Теркадан өткізіп салсаңыздар да болады. Ал енді қазанымызды қыздыратын боламыз. Қыздырып тұрған қазанымызға жарты кесе сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін үстіне еттерімізді салатын боламыз. Еттерімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Бұл жерде менде екі түрлі ет, біреуі тауық еті, екіншісі жылқының сүйек еттері. Сіздер тек қана бір етті ғана пайдалансаңыздар болады. Еттерімізді қуырып алған соң, пиязымызды да салып, оны да қуырып аламыз. Жаңағы теркадан өткізілген сәбізімізді салып алатын боламыз, және томат пастасын құямыз. Дәміне қарай кішкене тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін картошкамызбен машымызды салатын боламыз. Машты осы кезде салып жібереміз. Ол қатты, ұзақ пісуді талап етеді. Барлығын бір араластырып жіберіп, өздеріңізге қажет мөлшерде судың құйсаңыздар болады. Қазанымыздың бетін жауып, қайнататын боламыз. Қайнап болған соң, астын жай отқа қойып, тағы да қайнататын боламыз. Біздің сорпамыз қайнады. Мен кішкене сорпаның приправасын қосып жібердім. Ол міндетті емес, просто қоссаңыздар дәмді болып шығады. Астын жай қойып, қайнататын боламыз. Біздің сорпамыз майы шығып әдемі болып қайнады. Машымыз жарылған кезде, жарылдау деген уақытта бір кесе күрішімізді салып жібереміз. Ал енді күрішіміз піскенше сорпамызды жай отта қайнататын боламыз. Біздің маш сорпамыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептіммен, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен әрдайым дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.